Апельсиннің зияны мен қарсы әсері. Кейде сатып алған апельсиніміз қышқыл болып шығады. Оларды не істеу керек? Апельсин цитрус жемістерге аллергия болса, қандағы калийдің деңгейі жоғары болса, асқазан, ішек жолдарының ауруларына шалдықса, қарсы әсер беруі мүмкін. Егер апельсинді қалай тұтыну керектігі жөніндегі ұсыныстарды дұрыс ұстанатын болсаңыз, онда бұл жеміс шамадан тыс желінген кезде ғана ағзаға зиян болуы мүмкін. Апельсиннің зияны мынандай белгілермен пайда болады: ұстама, ішектің бұзылуы, іш өту, ішектің кебуі және қыжыл, құсу және жүректің айнуы, бас ауруы және ұйқысыздық, салмақтың көбеюі, бүйрекке тас жинау. Апельсинді қалай таңдау керек? Апельсин жылынып жиналғаннан кейін піседі. Сондықтан тек піскен жемістерді таңдаңыз. Жеуге жарамды жемістің түсі міндетті түрде біркелкі болмайды. Оның қабығы жасыл немесе қоңырда болуы мүмкін. Бірақ жұмсақ дақтар мен зеңнің белгілері бар апельсинді сатып алудан аулақ болыңыз. Апельсиннің иісіне қарап, оның балғындығын анықтау қиын. Себебі бұл жемісте әрдайым цитрусты хош иіс болады. Ал қабығы тегіс және өзінен де салмағы үлкен апельсиннің шырыны көп болады. Апельсиннен қандай өнім дайындалады? Апельсин цукаты, апельсин тосабы. Апельсинді қалай сақтау керек? Апельсинді бөлме температурасында сақтап, күн сәулесінен алыс ұстаңыз. Жемісті пакетке салмай, ауа тікелей өту үшін тоңазытқышта сақтауға болады. Екі жағдайда да апельсиндерді сақтау мерзімі 2 апта, себебі цитрус жемісі өзінің пайдалы қасиетін осы уақытқа дейін сақтайды. Апельсинді қалай аршу керек? Апельсинді тазаламас бұрын кір мен бактериялар мәйекке түсіп кетпес үшін жақсылап жуып алыңыз. Апельсинді кесектерге бөліп және қабығын тазалап жеген ыңғайлы. Апельсиннің сабағы болған бөлігін кесіп тастаңыз. Оны жоғарыдан төменге қарай 4-ке бөліп кесіңіз. Қабыршақты саусақтарыңызбен аршыңыз. Бұл қабығы жұқа сұрыптау тазалығынан жақсы өтеді. Апельсин шырынын дұрыс сығу тәсілі. Апельсин шырынын жасағыңыз келсе, оны қыздырылған жемістерден сыққан жақсы. Ал температура бөлме температурасынан кем болмауы керек. Содан кейін апельсинді 2 бөлікке бөліп, шырынды қолыңызбен немесе шырын сыққышты пайдаланып сығыңыз. Бірақ апельсин шырыны жемісіне қарағанда ағзаға аса пайдалы емес.